Кайырлуу күн YouTube окурмандар, калдарыңыз калай? Бүгүнкү акпарат AliExpress'тен заказ берип үйрөнөтүн болобуз сотка аркылуу. Және де AliExpress'ке рассрочка чыкты. Сону да карап көрөтүн болобуз. Лайк басып, тиркелип, колдоп кетиңиздер. Және де осы YouTube каналыбызда пайдалуу акпараттар чыгатын болот. Олай болса, кеттик, баштайбыз. AliExpress программасына киремиз. Жалпы сиздерде AliExpress жок болса, Play Market App Store'дан тартып аласыздар. Тартып алгандан кийин астың жакта, оң жакта профиль деген бар. Сол жакка бассаңыздар, сиздерде тиркелмөөлү мүмкүн аккаунттарыңыз тиркейсиздер. Тиркегенде сиздерде осылай чыгат ат жөнүңүз. Мына жерге өзүңүз фото койсоңуздар да болот. Буда барлыгын истөөгө болот. Яны мына жерде рассрочка, заказдарыңызды барлыгын карап отура аласыздар. Енді тіркелгеннен кейін сіздерде рубльмен тұру мүмкін, болмаса доллармен тұру мүмкін. Сол үшін астына кіріп, мына жерде қазақстанский теңге деген жерде сіздерде рубль, болмаса доллар деп тұрады. Соны қазақстанский теңгеге қойсаңыздар, сіздерде мына жердегі товарлар бағасы Қазақстан теңгесімен тұратын болады. Енді заказ беріп, енді бірінші қазір заказ беріп үйренетін боламыз. Енді бұл AliExpress'те арзан түсетін товарлар да бар, қымбат түсетін товарлар да бар. Енді қазір заказ беріп үйренетін боламыз. Так, мысалы мынау чехолдар бар iPhone-ға 2200 теңге дейді. AliExpress өте ыңғайлы, арзан товарлар шығатын болады. Короче, мына чехолды аламыз iPhone-ны. Соған кірейік. Сіздерге заказ беріп көрсететін боламын. Жақсылап қарап қайталасаңыздар, сіздерде заказ беріп алдыра аласыздар. Және де бұл сенімді AliExpress, заказдарыңыз келетін болады. Келмесе, ақшаларыңызды қайтарып та ала аласыздар. Бұл сайттан, бұл баяғыдан келеткен сайт, бұл сайт уже дамып келе жатыр. Енді мына жерде 2-де $65 деп тұр. iPhone, мына жерде нелері тұр. iPhone 12 нелерін таңдай бересіздер. Так, любой бір таңдап көрсетейін. Так, iPhone 11 Pro Max. Таңдадық, енді мына жерде светін таңдаймыз. Әртүрлі светтер бар. Қарасын таңдайық. Қарасын таңдағаннан кейін мына жерде купить дегенді басамыз. Купить дегенді басқан кезде сіздерде дейтін доставканың орнына тіркелмеуі мүмкін. Доставканы тірке деп тұрады сіздерде адресті. Мына жерде көрсететін болам, қалай не алатындарыңызды, жазатындарыңызды адресті. Так, кіріп көрсетейін ішіне. Сіздерде адрес тіркелбеген болса, осылай шығып тұрады. Қазақстан таңдайсыздар, екіншісіне қалаңыз таңдайсыз. Ағылшынша алып жазасыз. Қай қаладансыз, соның қаласын жазасыз. Ақтау қаласы, город Ақтау, улица, яғни үйіңіздің несі. У дейсіз да, сосын көшеңіз, сосын Д деген дом, 30-дің екісі деген, яғни квартира нөмірі. Индекс деген жерге поштаңыздың индексін жазасыз. Осы жерге обязательно индексті жазуыңыз керек. Поштаға барсаңыздар, өзінің индекс нөмір тұрады. Соны әкеліп, осы жерге терсеңіздер, яғни сізге доставка сол поштаңызға келеді. Ат жөнің жазасыздар астына, ағылшынша болсын, телефон нөмірін жазасыздар. Жазып болғаннан кейін сохранитті басасыздар. Басқан кезде сіздерде де осылай шығады, тіркелді деп. Назад шығамызда, сізде осылай, сіздің доставкаңыз осылай шығып тұратын болады. Енді бұны сосын сіздерде оплата айтпақшыдай. Так, мына жерде оплата тіркелейді, яғни Каспий карталарыңызды тіркейсіздер мына жерге. Қалай тіркеу керек екенін көрсетіп жіберейін. Новый деп басып. Мына жерде банковская карта нөмірін жазасыз, срогы, артындағы коды, фамилияңыз жазасыз. Картада қалай тұр, солай тіркейсіздер. Яғни бұны тіркейтін кезде Каспийден интернет покупки дегенді ашуыңыз керек болады. Оны білетін шығарсыз деген ойдамын. Интернет покупки дегенді ашқан кезде ашып қоясыз. Сол кезде төлемдерді жасай бересіз. Картаны тіркеп қоясыз осылай. Тіркеген екен сіздерде осылай болып тұрады.
оплатить дегенди басасыздар. Қазір оплатить деп басқан кезде сіздерде автоматически ақша алынады. Менде қазір жабық тұрып, интернет покупкаңызды ашып қоясыз обязательно. Так, на главную страницу, яғни сіздерге қалай заказ беру керек екенін түсіндірдім. Енді ол заказ төленгеннен кейін мына жерден көре аласыздар. Заказ дегенге кірсеңіздер, осы жерде төленген заказыңыз тұрады. Активный болып тұрады. Менде қазір оплата төленбегендіктен оплатить деп тұр. Сіздерде төленді деп тұрады. Түсінікті болды деген ойдамын. Енді Алиэкспресс оңай негізі. Рассрочканы қарайтын боламыз. Маған да қызық болып тұр рассрочка. Рассрочкаға кіреміз. Так, кірген кезде мына жерде көп нәрсе тірке деп тұр екен. Телефон номер, фамилия, имя, ат жөніңіз толығымен жазу керек екен. Дата барлығын толтыру керек екен. Так, толтырып көрейік. Жазасыздар толығымен. Предложитті басайық. Мына жерде бірақ мынау жұмыс жасамай тұр. Бірақ шығып тұр, бірақ не екен жұмыс жасамай тұр. Российской Федерации, пожалуйста, дейді. Российский. Осылай болып тұр. Сіздерге көрсетейін деп едім, болмай қалды. Жалпы осылай істеп көресіздер. Көрсетем бе деп едім, рассрочка болмады. Осылай заказ бере бересіздер. Мына жерде толығымен бұл сайт дамыған. Суретпен де таба аласыздар. Кәдімгі орысшалап жазып та барлығын таба бересіздер. Өте ыңғайлы сайт. Тіке Қазақстанға қалдыра бересіздер, бір жақсы жері. Пиндодаға қарағанда. Ақпарат пайдалы болмаса лайк басып қолдап кетіңіздер. Тағы да пайдалы ақпараттар шығатын болады. Ақпарат пайдалы болмаса лайк басып қолдап тіркеліп кетіңіздер. Енді Пиндодаға қарағанда Алиэкспресс өте ыңғайлы. Кейбір кезде заттар қымбат болуы мүмкін. Кейбір кезде арзан түседі. Оның үстіне бұл жерде доставка тіке алдырта бересіздер Қазақстанға. Ал Пиндодада сол Қытай қаласындағы складқа апару керек болады. Ал мынау Алиэкспресстің жақсы жері тіке осы жаққа жеткізе береді. Бесплатный доставкалар да бар. Екеуінің де доставка келуі бірдей, 15-20 күн, әрі 30 күнде келіп жатыр. Сол үшін Алиэкспрессте де қарап, бағаларын салыстырып көрсеңіздер, Алиэкспрессте арзан түседі кейбір кезде. Көп заттарыңызды Алиэкспресстен де алдырсаңыздар болады. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Олай болса, жақсы сау болыңыздар.